Баршаға ассалаумағалейкум достар, сіздермен бокс жаңалықтары видеоны бастамас тұрып арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады. Жұмыс ала аяқталғаны жоқ. Бивол Альваресті жеңгеннен кейінгі алғашқы ойларын айтты. Ресейлік боксшы абсолют әлем чемпионы Дмитрий Бивол ата-аңызға айналған мексикалық Саул Альваресті жеңгеннен кейінгі алғашқы ойларын айтты деп хабарлайды. 2022 жылы Бивол Альваресті бірауыздық жеңді. Альваресті жеңгеннен кейін әлемдік деңгейдегі жұлдызға айналды. Ішкі сезімдері қандай болды? Мен бұл туралы ойламауға тырыстым. Жұмысым біткен жоқ. Мен үшін бары енді ғана басталып жатыр деп ойлауға тырыстым. Мен сондай-ақ атақты боксшыны жеңдім. Бірақ не үшін шығу үшін емес, үлкен жекпе-жектерге мүмкіндік алу үшін. Бізде әлі үлкен жекпе-жектер күту керек. Дәл осы 2022 жылы мен Гилберто Рамиреске қарсы жекпе-жек өткіздім. Ол да бірден бір жеңіліске ұшырамаған, деді Бивол жарымта Потсқа берген сұхбатында. Сіздермен бокс жаңалықтары болды. Арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады.